Келесі дүниежүзілік көшпенділер ойыны Қырғызстанда өтеді. Оны бүгін көрші елдің мәдениет, ақпарат, спорт және жастар саясаты министрі Алтынбек Мақсұтов мәлімдеді. Дүбірлі дода 2026 жылға жоспарланған, ал Астанадағы бүгінгі жарыс күні қалай өтті? Тілшіміз Дамир Берікұлы бейнематериал әзірлеген еді, көрейік. Бұл Астанадағы Жақсылы Үшкемпіров атындағы спорт кешені. Мұнда ұлттық спорттың 6 түрі бойынша жарыстар өткізіледі. Бүгін қазақ күресі мен алыш бойынша кездесулер өтіп жатыр. Дәл қазір боз кілемде біздің қазақстандық спортшы қыздарымыз өзінің алғашқы кездесуін өткізіп жатыр. Және де өте жақсы өнер көрсетіп жатыр. Дәл қазір қазақ спортшысы жеңді. Өзбекстандық балуанның жауырынын жерге тигізіп, айқын басымдықпен жеңіске жеткен ұлттық құраманың мүшесі Роза Нысантайқызы. Жас спортшы бізге сұхбат беруден бас тартқан соң сұрақтарымызға жаттықтырушы жауап берді. Іріктеу кезеңдері өтіп жатыр. Бірінші белдесулерін енді өткізіп жатыр балуандар. Ары қарай қазір финалдық іріктеу кезеңдерін өтсе, финалдық кезеңге өтеміз. Кеше 8 алтын алдық. Бүгін 8 салмақ. Енді алтын алуға бар күш-жігерімізді саламыз. Айтқанындай балуандар бүгінде барын салды. Ал Роза алтыннан алқа тағында. Онымен қоса Зарина Сарипова да чемпион атанып, қазақ күресінен тағы бірнеше спортшы жеңіс тұғырынан көрінді. Тағы бір тартысты сайыс мас рестлинг, қазақша айтсақ таяқ тарту. Бүгін бұл спорт бойынша жарыстың соңғы күні. Финалға 4 спортшымыз шықты. Көшпенділер ойындарынан байқағанымыз, қай сайыста болсын қырғыз спортшыларының жанкүйері өте көп. Бірақ олар тек Қырғызстан үшін қолдау көрсетпейміз дейді. Мы хотели бы предоставить всем хорошее настроение. Біздің мақсатымыз халыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Сол арқылы халықтар достығын нығайту. Ал біз негізінен түркі тілдес елдерге жанкүйерміз. Қажет болса басқа елдерге де қолдау білдіре береміз. Бізден көрген басқалар да солай жасап жатыр. Ал асық атудан Қазақстанның ерлер құрамасы жарыс жолын еш жеңіліссіз жалғастырып келеді. Олар бүгін Грузия және Испания құрамаларымен кездесіп, екеуінде 3-0 есебімен жеңді. Ал асық атудан ақтық кезең ертең Алау мұз айдын кешенінде өтеді. Дамир Берікұлы, Қанат Абилдин, хабар.